Бәріңе сәлем. Осы видеода жұмыс орнында 10 000 теңгеге прокачка жасаймыз. Негізі жұмыс орны туралы видео алдыңғы видеодағы лайкқа қарағанда сендерге қатты қызық сияқты. Ал осы видеода қалай арзанға, сонымен бірге әдемі, ыңғайлы прокачка жасауға болатынын айтамын. Видеодағы көп товарлар Алиэкспресстен болады, өйткені ол жерде бәрі арзан. Так что видеоға лайк басып қойыңдар, ал біз видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Негізі осы видеоның шығуына біздің телеграмдағы опрос себеп болды. Сондықтан сендерге менің телеграмыма тіркелуге үлкен кеңес беремін. Ссылкасы описанияда. Ал біздің осы видеодағы мақсатымыз жұмыс орнында әдемі, ыңғайлы және минималистично қылу. Сондықтан Алиэкспресстен ыңғайлы және әдемі заттар аламыз. Бірақ қалтамызда тек 10 000 теңге ғана болады. Негізіне 10 000 теңгеге нормальный прокачка жасауға болады. Даже ең ыңғайлы және әдемі прокачка жасаймыз. Ол прокачкаға осы 5 заттар көмектесе алады. Қазір мен айтатын заттардың барлығы доставкасымен бірге есептелген. Сондықтан ровно 10 000 теңге болады. Сол үшін бірінші товарымыздан бастаймыз. Бірінші осындай RGB лента. RGB лента дегеніміз қазіргі кезде жұмыс орнындағы ең маңызды нәрсе сияқты есептеледі. Көп жұмыс орнында RGB ленталар қазіргі кезде көбейіп кеткен. Сондықтан да RGB лента мен үшін қазіргі кезде золотой норма. Барлық жұмыс орнында прокачка жасаған кезде RGB лентасыз болмау керек. Сондықтан да мен сендерге осы RGB лентаны ұсынамын. Негізінде RGB лента дегеніміз бағасына қарай әртүрлі болып бөлінеді. Мысалы ең қымбаттары Bluetooth-бен жұмыс істейді. Яғни телефонмен түсін өзгертуге болады, немесе телефонмен управление жасауға болады. Осылардың ішінде менің ссылкамдағы RGB лентаны алатын болсаңдар, бұл ең арзаны. Бізге бірақта бұл жердегі Bluetooth түрін емес, Bluetooth-сыз түрін, яғни пультпен басқарылатын түрін таңдау керек. Өйткені ол банально арзан. Ал Bluetooth түрін алатын болсаңдар, онда прокачканы 10 000 теңгеге сыйдыра алмаймыз. Сондықтан да егерде 10 000 теңгеден көп ақша болса, онда Bluetooth түрін алған жақсырақ болады. Ал ақша жоқ болып тек қана 10 000 теңге болса, онда қиналмай Bluetooth-сыз түрін ала беріңдер. Бұл жерде бізге керегі 2,5 метрлік түрі. Ал тағы да айтқандай ақшаларың көбірек болса, онда 5 метрін алсаңдар болады. Бірақ 10 метрлік деген слишком болып кететін сияқты. 10 метрлік түрін алу үшін комнатаң үлкен болу керек. Ал бізге комнатаға емес, тек қана жұмыс орынға керек болғандықтан 2,5 метрде жетеді. Жетпек түгілі артық та қалуы мүмкін, өйткені көбіміздің столымыз ондай ұзын емес. Короче, қиналмай Bluetooth-сыз пультпен басқарылатын 2,5 метрлік түрін ғана аламыз. Сосын RGB лента келгеннен кейін бұны біз столдың артқы жағына немесе столдың астына, ал егер қатты артылып баратса, онда столдың бергі жағына да жабыстыруға болады. Өйткені 2,5 метр деген уже слишком ұзын. Осылай 2,5 теңгелік товардың арқасында біз столды әдемі қылдық. Менің ойымша барлық геймерге осындай RGB стол болса, онда бәріне приятно болатын сияқты. Даже менің столымда RGB лента болмаса да, маған өзіме де RGB-лер ұнайды. Ал заказ беруге тупо ерінемін. Сондықтан да бұл күшті RGB лентаны сендерге де заказ беруге кеңес беремін. Ссылкасы описанияда. Бағасы 2,5 теңге тұрады. Енді біздің счетымызда 7500 теңге қалды. Осы 7500 теңгенің 3000 теңгесіне осындай коврикті алуға кеңес беремін. Яғни менің описаниямдағы ссылкамен кіріп 70-30 сантиметрлік коврикті заказ береміз. 70-30 сантиметрлік дегеніміз бүкіл столды алатын коврик. Осы Алиэкспресстегі ең арзан ковриктардың бірі. Өйткені бұл коврикта ешқандай сурет жоқ, сондықтан да бұл арзан болады. Бірақ коврик арзан болса да, бұл ковриктің су өткізбейтін свойствосы бар. Яғни су немесе басқа заттар тамып кететін болса, онда қиналмай просто коврикті сүрте салуға болады. Негізі коврикті алған кезде қымбат компаниялардан қымбатқа алғанша лучше Алиэкспресстен ала салған жақсы. Өйткені олардың бәрі бірдей, ештеңеден айырмашылығы жоқ. Ал компаниялардың шығарып жатқан ковригін айтатын болсақ, ол жай ғана маркетинговый ход. Сондықтан полиция етпей лучше Алиэкспресстен ала салған жақсы. Солардың ішінде егерде сендердің бюджеттерің 10 000 теңгемен шектеліп қалатын болса, онда описаниядағы коврикті заказ беруге кеңес беремін. Сонымен коврик туралы айтатын ештеңе жоқ. Коврик десе коврик, просто коврик, ештеңе айырмашылығы жоқ. Самый главный қиналмай 70-30 сантиметрлік размерін алсақ болады. Бұл ең стандартный размер деп айтайын. Өйткені бұл жерге клавиатура да сияды, мышканы да әр жерге қиналмай қозғалта беруге болады. Коврик кодный болғандықтан ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Ал біздің счетымызда 4500 теңге қалды. Вроде 4500 теңгеге ештеңе таппайсыңдар. Бірақ мен сендер үшін осы видеоға 3 годный зат таптым. Біріншісі осындай USB хаб. Бұл Алиэкспресстегі ең әдемі және де ең арзан бюджетный USB хаб. Негізінде USB хаб әдемілік үшін емес, ыңғайлылық үшін керек. Бірақ мына USB хабта RGB подсветкасымен бірге келеді. Ойлаңдар, сонда сендер мына USB хабты заказ беретін болсаңдар, екі қоянды бір оқпен атып өлтіресіңдер. Біріншіден әдемілік үшін, екіншіден ыңғайлылық үшін. Әдемілік үшін айтатын болсақ, бұның RGB подсветкасы бар. Ал ыңғайлылық үшін айтатын болсақ, келісіңдер, көбісіне USB хаб керек. Өйткені көп компьютерлерде USB разъемдар аз орналасқан немесе ыңғайсыз жерде орналасқан. Ал USB хабпен сен қосасында қай жерде орналасқаны
маңызды емес, самый главный USB өзіңе ыңғайлы жерде орналасқан болады. Қай жерге қойғың келеді, сол жерге қоясың. Менің ойымша осы видеодағы ең ыңғайлы заттардың бірі осы USB хаб. Сондықтан да басқаларын заказ бермесеңдер де осы USB хабты заказ беруге кеңес беремін. Яғни былай істейсіңдер, описанияға кіріп 4 разъемдық түрін заказ бересіңдер. Өйткені ол ең арзаны. Сол кезде USB хабтың бағасы 1000 теңге болады. Ал сендерге көбірек разъем керек болса, онда көп разъемдық түрін заказ беріңдер. Бірақ мен қазір видеода көп разъемдық түрін атайтын болсақ, онда біз суммаға уложиться етпейміз. Сондықтан қазір бізге клавиатураға, мышкаға, наушникке 4 разъем жетеді. Заказ берсеңдер болады, ссылкасы описанияда. Енді біздің счетымызда 3500 теңге қалды. Келесі зат осындай телефонға арналған кронштейн. Бұл бір шетінен айтқанда ыңғайлы, ал бір кезден айтқанда ыңғайлы деп айта алмаймын. Мысалы, ноутбуктың үстінде жұмыс істейтін адамдарға кейде ыңғайлы, ал кейде ыңғайсыз. Ал онлайн ойындарды ойнайтын адамдарға ыңғайлы болуы мүмкін. Кейбір катканың үстінде звонок болуы мүмкін. Сол кезде осы зат көмектесе алады. Яғни телефонды кронштейннің ішіне салып қойып, катканың үстінде біреу звондайтын болса, громкоговорительге қойып сөйлесе беруге болады. Бұл осындай кезде ыңғайлы. Ал егер сендерге ешкім звондамайтын болса, онда вообще неудобно. Столдарың кішкентай болса, вообще заказ беруге кеңес бермеймін. Ал бірақ басқа жақтан қарайтын болсақ, бұл зат арзан, сондықтан да керек болып қалуы мүмкін. Егер ақшаларың артық болып бара жатса, на всякий случай заказ бере салыңдар. Бағасы 1200 теңге. Алиэкспресте қара, қызыл, көк, ақ түстілері бар. Кейбіреуіңе заказ беруге кеңес беремін, ссылкасы описанияда. Енді бізде 2300 теңге қалды. Бұл ең соңғы ыңғайлы зат. Кейбір адамдарға ыңғайлы болуы мүмкін, ал кейбір адамдарға просто керегі жоқ зат болуы мүмкін. Мысалы, геймерский наушнигі бар адамдарға бұл өте керекті зат. Өйткені ойыннан кейін наушникті алып просто так стол үстіне қоя салса, әдемі емес көрінеді. Келісіңдер. Сол үшін осындай наушникке арналған подставкалар жасалған. Осының ішінде Алиэкспресте ең арзаны, и то 2000 теңгелік түрі, осындай простой подставка. Бірақ сонда да осы затты ең соңында алуға ғана кеңес беремін. Яғни алдағы 4 затты алғаннан кейін ақша жетсе ғана осы 5-ші затты алуға кеңес беремін. Өйткені бұл затсыз-ақ та рабочий столда ыңғайлы отыруға болады. Бұл зат жай ғана дополнение ретінде ғана. Сонда да годный, минималистичный зат. Алиэкспресте ақ, розовый, қара түстілер болады. Қандай түсі ыңғайлы болса, сондай түсін заказ беруге кеңес беремін. Ссылкасы описанияда. Енді осы алған 5 затымызға итог шығаратын болсақ, біздің суммамызда 300 теңге қалды. Барлығының бағасы 9700 теңге болды. Ал жұмыс орнымыздың әдемілігі мен ыңғайлылығы 9700 теңгеге тұрмайды да. Біріншіден біз RGB лентамен столымызды әдемілеу қылдық. Яғни RGB лентаны алып столға ілгеннен кейін просто кайфуем. Келесі коврикті айтатын болсақ, бұл ойында ең ыңғайлы зат. Яғни 70-30 размерлік коврикті алып ыңғайлыққа плюс қостық. Бұл коврикке клавиатура да сияды, мышка да ыңғайлы қозғала береді. Үшіншіден USB хаб. Бұл USB хаб арқылы біз мышканың, клавиатураның тоқтарын ыңғайлы жерге жібере аламыз. Төртінші, телефонға арналған кронштейн арқылы біз телефонды ыңғайлы жерге қоя аламыз. Бесінші, держатель наушник арқылы біз ыңғайлы жерге наушнигімізді реттеп қоя аламыз. Яғни шашып әдемі емес қоймаймыз, әдемі қылып реттеп қоямыз. Осы үшін осы держатель наушникті қолдануға болады. Ал осы бүкіл 5 товардың ссылкасы да описанияда. Сондықтан да 5-еуінде заказ берсеңдер, столдарың әдемі болып шығады. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңдер. Давайте, короче.